Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасығынан шығатын, ешқандай духовкасыз, аз ғана уақытта қолда бар заттардан жасалынатын дәмді шаймен ішетін пирог дайындаймыз. Аз ғана уақытта өте тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен банандарымызды кесіп дайындап аламыз. Дәл видеодағыдай ортасынан кесіп, сыртқы қабығын аршып дайындап қоямыз. Банан жақсы піскен болуы қажет. Банандарымызды осылай дайындап алғаннан кейін жай отта қызып тұрған табамызға сары майымызды салып ертіп аламыз. Сары майымызды осылай толық ертіп алғаннан кейін үстінен бір ас қасық шекерімізді осылай бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Жай отта осылай шекерімізді араластыра отырып ертіп аламыз. Шекеріміз осылай қоңырқай түске еніп, толығымен еріген кезде үстінен банандарымызды саламыз. Асты міндетті түрде өте жай баяу отта болуы қажет. Бананымызды осылай толық салып алғаннан кейін табамызды әзірге шетке алып суытып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен шекерімізді саламыз. Және де шым ғана тұз қосамыз. Одан кейін үстінен бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды осылай елікке саламыз. Оның үстінен какаоымызды саламыз. Какаодан кейін бір шай қасық осылай үйіп, разрыхителімізді, яғни қобыстықшымызды қосамыз. Шамалы осылай араластырып жіберіп, үстінен бір шай қасық ванильный сахарымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осылай еліктен өткізе отырып, сұйық массамызға құрғақ массамызды қосамыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Қамырдың қоюлығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Осылай бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін газымыздың астын жағып, алдын ала суытып қойған жаңағы бананымыз бен сары майымызды газ отымызға қайтадан қоямыз. Міндетті түрде орташадан төмендеу отта болуы қажет. Енді қамырымызды осы банандарымыздың үстінен құйып аламыз. Қамырымызды бананымыздың бетін толық жауып тұратындай етіп, лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Қамырымызды осылай толық тегістеп алғаннан кейін табамыздың бетін жауып, шамамен 15-20 минут арасында пісіріп аламыз. Қамырдың беті формасын ұстағанға дейін пісіріп алатын боламыз. Неге видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде шамамен 20 минуттай уақыт өтті. Беті осылай толығымен өзінің формасын ұстады. Енді осы қамырымызды кез келген доскаға болсын, осындай тарелкаға болсын аударып, келесі бетіне аударып алатын боламыз. Осылай екінші бетіне аударып алғаннан кейін бетін жауып, тағы да 5 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қазір кесіп ортасы қалай піскендігін көрсетемін. Ал әзірге сіздерге осы рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар, және де комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте қатты маңызды.
осындай әдемі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдеттегі пирогтан қарағанда өзгеше болып шығады. Жоп-жұмсақ бананның дәмімен ерекше дәмді болады. Неге сіздер үшін арнайы кесіп көрсетіп жатырмын. Толығымен ортасы пісіп шығады. Ешқандай да піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Неге көріп тұрғандарыңыздай ортасы толығымен піскен, жоп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.